Сендер бүгін қазақтың ұлттық оюлары мен зергерлік бұйымдарымен таныстыңдар. Балалар, біз бүгін Айсұлтанның атасының ауылына қонаққа барсақ қалай болар екен? Қонаққа барасыңдар ма? Иә. Жарайды, ендеше қонаққа барайық. Уағалейкумассалам. Амансыз ба, ата? Амансыздар ма, қарақтарым? Кел, төрге шығыңдар. Балалар, бүгін Айсұлтанның атасының ауылына келдік. Атасының ауылы ұнап жатыр ма сендерге? Ал ендеше балалар, біз осындай әдемі киіз үйдің ішінде, таза ауада ойындар ойнайтын боламыз. Балалар, сендер ойын ойнағыларың келеді ме? Балалар, мен сендерге асық туралы мәлімет айтып өтейін. Асық малдың сүйек жілігінің бір бөлігі екен. Ежелден ата-бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысқандықтан, асықты жиі қолданған екен. Асықты жуып, тазалап, немерелеріне сақтап қойған. Ата-бабаларымыз осы ұлттық ойындарды ойнап, шымыр болып өскен екен. Балалар, сендер ойын ойнағыларың келеді ме? Мен сендерге қан талапай ойынын ойнатқым келеді. Қан талапай ойынын білесіңдер ме? Ал балалар, ендеше мен сендерге қан талапай ойынның ережесін таныстырып өтейін. Балалар, менің қолымда қоржын бар. Қоржынның ішінде бірнеше асықтар бар. Асықтың арасында ерекше асық болады екен. Оның түсі қызыл болады. Оны қан асығы деп айтады екенбіз. Балалар, мен сендерге асықты ортаға шашамын. Сол кезде бірінші қызыл асықты алған бала ол ойынды бірінші бастайды. Ол өйткені қан асығы. Талапай-ау, талапай, басталды ойын. Алақай. Ал балалар, енді асықты ортаға тізбектеп тізе қойыңдар. Балалар, асықты Жақсылық алыпты, қан асығын. Жақсылық, сен ойынды бірінші бастай қой. Балалар, сендерге ойын ұнады ма? Олай болса, қоржындағы асықтарыңды санай қойыңдар. Сафия, сенде неше асық бар екен? 4 асық бар екен. Жақсылық, сенде неше асық бар? 4 асық. Жарайсың. Балалар, бүгінгі ойынның жеңімпазы Бейбарыс екен. Бейбарысқа қошемет көрсетейік.